Ассалаумағалейкум достар, қалдарың қалай? Бүгін осындай логотип интернеттен көріп қалдым. Соны қалай жасаған примерно жасап көрейік. Осылай квадратты аламыз. Осылай қойып аламыз. Сәл кішірейтейінші. Осылай қойып қоямыз. Осымен дальше жұмыс жасай береміз осы квадраттармен. Үстімізді центрге қойып қойық. Осылай қойып жүреміз. Центр дейді ма? Окей. Осы жерге центрге қойып жүреміз. Болды. Керек емес элементтерді өшіріп тастаймыз. Мынау керек емес. Белгілеп алайық. Жерде. Осылай белгілеп өшіріп тастаймыз. Осында жолдар бар, жалпы. Осы жерге қойып. Осылай белгілеп алып. Қолдансақ болады. Достар, осымен дайын болды. Жалпы сәл грубый болып тұр. Слишком үлкен қылып жібердім ба? Сәл кішірейту керек. Енді көрейік. Вот, енді более-менее әдем болып шықты. Осылай басып жүреміз, центрге қойып қоямыз, сәл кішірейтеміз размерін. И артқы фонын серый қыламыз. Болды. Осымен логотип дайын болды. Қалай достар, егерде сіздерге пайдалы болсам, лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Егерде сіздерге логотип керек болса, маған жазыңыздар, ақылы түрде жасап береміз. Немесе танысыңызға керек болып жатса, мені айтыңыздар, логотип жасап береміз. Құдай қаласа, ақылы түрде. Төменде Instagram, TikTok парақшам бар, сол жерге тіркеліп, маған жазсаңыздар болады. Жарайды, жақсы, сау болыңыздар.